Кендебай Ахат 1949 жылы 11 желтоқсанда Түркістан облысы Төле би ауданы Жаңакүш ауылында дүниеге келген. Жастайынан өнерге жаны құштар ақын мектеп қабырғасынан бастап-ақ алғашқы өлең шумақтарын жаза бастаған. Ауыл баласы арман қуалап 1974 жылы Алматы мемлекеттік медицина институтының фармация бөліміне оқуға түседі. Десе де Ахат Кендебай өлеңмен жаралған жүрегім жырдан алыс кете алмады деп ақындық өнерін ұмыт қалдырған емес. Лирикалық өлеңдерінде жібектің өріміндей нәзік те, жас жігіттің қуатындай өршілдік те бар. Туған өлкесінің сұлу табиғатынан жаралған ақкөңіл жырлар көңілге сергек әсер қалдырады. Ақынның 2002 жылы алғашқы замана желісі атты өлеңдер жинағы жарық көрген. Сондай-ақ ой тұтқыны, көгершін көңіл, шайырдың шынайылығы атты жинақтардың авторы. Ахат Кендебай теңізге құштарға шықпын. Бақытты іздеп қашықтым, теңізге қарай асықтым. Дауылда туған тағдырым теңізді тулап тасыттың. Еңсені басса жасық мұң сезімге шөлде башықтың. Теңіздің шайпау төсінде тарқатып жерді ашыппын.